мінекей сөйтсем Диана ужинға шақырыпты Хамой екеуі. Хамой, рахмет. Сәлем, ой сәлем. Сәлем балалар. Бір бала бағамыз деп бұлар ал жейін деп жатыр. Амир, что будешь кушать? Амир бізде семга жақсы көреді. Давайте, ас болсын, ребята. Амир, привет, Джима. Да, братан, мне с ней жить еще, ёбаный. Смеется? А нельзя его лицо показывать просто? Ну так, пока маленький он, костит. Ағайындар, ойбай, Алматыға шықсам, Алматыда адам жоқ қой, адам жоқ шеш. Бүкіл адам қайда десем, оның алдында екен ғой достар. Ойбай, айта алмадым ғой, короче. Полиция қаптап жүр, ойбай, не оқылды? Полиция қаптап жүр ағайын. Жарайды, біздің шаруамыз жоқ, біз тыныш қана тамағымызды ішеміз, кетеміз ағайын. Ағайын далада мынандай болып жатыр да, адамдардың бәрі футбол көріп ше. Мына жақта полицейскалар жүр. Ал біздің аянаға бәрібір. Қарым тойса болды ағайын. Менде қарым тойса болды ағайын. Футбол сосын көреміз асықпай. Телевизордан ақ көре беремін адам. Ансар. Ай! Әйел үшін не бақыт білесіздер ма? В общем, мына дрожжды қолдандым. До этого андай сырты көк дрожж қолдансам. Тестасы көтерілген бақыт. Вау, күшті көтерілді. Бір 30-40 минутта көтерілді тесто. Ой, мы упали, девочки. Алдында Каспийден осындай шаш заказ бергенмін ғой. Ұзатқанда, чтобы өріп, мынандай. Бір несінде екеу жүреді екен. Короче, бүгін шашымды түйген кезде осылай жасадым. Өйткені шашым менің енді қысқа, жұқа ғой. Қараңыздаршы, прям түсі тура келеді ғой. Түйгенде күшті, прям қалың болып тұрады. Соны жасап шыққам, ұнады. Күшті екен. Қазір енді сіздерге күшті. Міне, мынандай ғой. Еще осыны мен андай цептермен әрлейін деп жатырмын. Как раз менде цептер бар, неше түрлі. Бір комплектте осындай екеу. Қараңыздар, шашыммен прям тура келіп тұр ғой.